Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Шурахметова Дария Балтабековна, Абай облысы Семей қаласындағы номер 18 жалпы орта білім беретін мектептің мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісімін. Осы салада қызмет еткеніме 9 жыл педагог модератормын. Мен үшін ұстаздық жүректің қалауы. Менің басты мақсатым бақытты әрі білімді бала тәрбиелеу. Әр баланың тұлға болып қалыптасуына бағыт бағдар беру. Мейірім мен сенім арқылы шәкірттерімнің жүрегіне жол тауып, жауапкершілікке баулу, өмірге деген сенімін нығайту, әр баланың даралығын тану, ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Біздің сынып баланың мектеп табалдырығын нық басып, білім әлеміне бейімделетін алғашқы бекеті. Мен қазіргі таңда ұйымдастырылған іс-әрекетінде жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдаланамын. Бұл әдіс балалардың логикалық ойлауын дамытып, танымдық белсенділігін арттырады. Өз бетінше шешім қабылдауға үйретеді, зейінін, дербестігін және жауапкершілігін арттырады. Сондай-ақ балалар интерактивті тақтамен жұмыс істеу арқылы цифрлық сауаттылық дағдыларын қалыптастырады. Жасанды интеллект элементтері мен заманауи ресурстарды қолдану білім беру процесінде тартымды әрі нәтижелі етеді. Жасанды интеллектті мектепалды даярлық сыныбында қолдану инновациялық технологияларды игерудің жаңа сатысы. Әрбір бала зерттеуші, ал менің міндетім олардың сол қызығушылығына бағыт бағдар беру. Мектепке даярлау бұл мектеп пен ата-ананың бірлескен жұмысы. Біз ата-аналармен тығыз байланыс орнатып, баланың мектепке психологиялық және физикалық дайындығын қадағалаймыз. Сондай-ақ болашақ оқушылардың бейімделу процесін жеңілдетеміз. Назарларыңызға рахмет.